Сәлем достар, бүгін сіздермен заварной дайындайтын боламыз, яғни эклер дайындаймыз. Алдымен бізге бөлме температурасындағы осындай көлемде су және сүт қажет болады. Осыны табамыздың ішіне салып, кастрюльге саламыз да, орташа отта газдың немесе плитаның үстіне қыздырамыз. Одан кейін үстіне алдын ала өлшеп дайындалып алған сары майымызды салып, жақсылап майымыз ерігенше араластырып тұратын боламыз. Майымыз ери бастаған кезде үстіне бір шымшым тұз салып жіберсеңіздер болады. Біздің майымыз әбден ерігенше ұнымызды дайындап аламыз. Бір бокал ұнымыздың үстіне бір шай қасық разрыхлителімізді салып, яғни қопсытқышты саламыз да, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Осы уақыт аралығында біздің сары майымыз толық еріген екен. Енді үстіне алдын ала дайындап қойған ұнымызды үстіне салып, жақсылап қою масса болғанша жай отта араластырып отырамыз. Біздің тестамыз осындай қоймалжың теста болады. Асты күйіп кетпеуі қажет, мұқият болыңыздар. Тестамыз әбден дайын болғаннан кейін газымызден түсіріп, мұздағанша бөлек жерге, салқын жерге қойып қойсаңыздар болады. Біздің тестамыз мұздады. Енді үстіне жаймендеп бір жұмыртқадан ішіне салып отыратын боламыз. Әрбір жұмыртқаны салған сайын тестамызды мұқият толық араластырып отыру қажет. Міне бізде осындай қоймалжың сұйық масса шығады. Маған бұл тестіға 4 жұмыртқа кетті. Сіздер өзіңіздің жұмыртқаңыздың көлеміне қарай қосып жасай берсеңіздер болады. Мен осындай әдемі гүлден насатка алдым. Кондитерлік мешогымызға енді 2 бөлікке бөліп әдемілеп салатын боламыз. Енді противенімізге осындай мен сияқты осындай кішкене көлемде дайындасаңыздар болады, немесе өзіңіздің фантазияңызға қарай әртүрлі етіп дайындай берсеңіздер болады. Өте дәмді, дастарханда ерекше тұратын тәттілердің бірі. Жасалу жолы көп оңай, көп артық ингредиенттерді талап етпейді. Алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште 20-25 минутта пісіріп алатын боласыздар. Міне біздің эклеріміз дайын болды. Әбден суығаннан кейін осылай астын тесіп, ішіне алдын ала дайындаған заварной кремдеріңізді салсаңыздар да болады. Менде алдын ала дайындалған заварный крем осылай эклерімнің ішіне азғантайдан салып әсемдейтін боламын. Біздің бүгінгі дайындаған балапандардың сүйіп жейтін ең тәттілерінің бірі заварной, яғни эклер. Сіздер де балапандарыңызды әр демалыста осындай
тәттілермен қуантыңыздар. Қазақша контентті қолдап, менің парақшама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Айдана. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.